Сәлем баршаңызға, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін мен сіздермен спокойно, как подругама өзімнің білгенімді, оқығанымды, жетенімді айтқаным секілді дәл солай қабылдауларыңызды сұраймын. Себебі мен бір официально арнайы терминдермен қиындатып сөйлейтін келмейді. Как она есть, өзім қалай осы психосоматика арқылы емделдім, қалай психосоматика басқа адамдарға қалай көмектесті, сіздің ситуацияңызда ол балаңыз арқылы қалай әсер етіп жатқаны жайлы айтқым келеді. Бүгінгі жалпы тақырыпты мен бала ауырмасын десең өзіңнен баста деп айтқым келеді. Неге? Потому что біздің балаларымыздың ауырғанының барлығы тікелей анаға байланысты. Неге анаға байланысты? Қараңызшы, например, үйде бала ауырды да, кішкентай бала, үлкен баланың не важно. Бала ауырған кезде кімге больно болады? Кімге сол қиын болады баланың ауырғаны? Вот сол кісі өзіне жұмыстану керек. Мысалы ретінде үйде менің кішкентай балам ауырып қалса, любой балам ауырып қалса, маған больно ғой да, например, маған больно болатын болса, значит мен өзіммен жұмыстану керекпін. А если ол баланың қиналғаны, ауырғаны әкесіне қиын болатын болса, жаны ашып, мына балам әбіршіп кетті, мына балам қиналып кетті дейтін болса, әкесі өзімен жұмыстану керек болады. Түсінікті ғой, основном фундамент осы жерде. Кімге қиын, кому больно, сол кісі өзімен жұмыс жасауы керек. Енді жалпы психосоматика дегеніміз не? Біріңіз білесіздер, біріңіз білмейсіздер. Психоой, соматика дене, ой мен дененің тікелей байланысты. Енді психосоматикалық аурулар деп нені айтамыз? Психосоматикалық аурулар деп жалпы сразу медицинаға жүгінбей адам ойымен емделе алады. Енді үлкен кісілер, олар медициналық тұрғыда міндетті түрде ем алу керек. Ал бала без повод, өзімен өзі жылына, айына, қайта жылына уже 4-5 реттен көп ауырған бала уже ол хронический ауру болып саналады, медициналық тұрғыда. Сондықтан да балаңыз осылай жылына 4-5-тен көп ауыратын болса, каждый ай сайын, даже айына 2 рет, 3 рет ауыратын балалар болады, сондай болатын болса, онда бұл психосоматикалық тұрғыдан ем алып көрсеңіздер болады. Енді міндетті түрде терапия алу керек деген сөз емес, осыны түсініп алыңыздар. Мінекей қазір мен сіздерге түсіндіремін, что аурулардың қайдан шығып жатқаны, оны қалай емдеуге болады, оны өзіңіз де емдей аласыздар. Қалай? Ана өз-өзін ретке келтіру арқылы. Жалпы неге мама, неге әйел, неге ана деп айта береміз? Былай айтады, Аллах тағала айтады, қисық қабырғадан жаратты деп жатады, жиі естисіздер. Қисық қабырға деген ол сен қисықсың деген емес, просто ол иілгіштік деген мағынаны білдіреді. Яғни біз әйел адам не істей аламыз? Иіле аламыз. Иілу деген не? Өзгере аламыз. Сондықтан да жалпы курс алған бүкіл студенттер, основной дамушылы әйелдер, именно даму барысында да нәтижеге жететін осы әйелдер. Неге? Потому что олар иіле алады да. Олар адаптация жасалады. Кез келген ситуацияға өзгере алады. Сондықтан да олар кез келген курста да, кез келген бір істі қолға алатын болса, нәтижеге жетіп жататын да әйелдер. Енді сол үшін де обычно балаларымыз ауырса, аналар біздер қиналамыз, ал бала не үшін ауырады, осы жайлы сіздерге қысқаша айтып өткім келеді. Жалпы баланың ауруы осы ананың ішкі жан дүниесінің айнасы болады. Баланың ауруы. Мысал ретінде, бала негізі 8-10 жасқа дейін бала осы анасының эмоциясының барлығын өзіне сіңіретін болады. Ана жыласа, бала өзін мен жылаттым деп ойлайды. Мұңайса, мен мұңайтып қойдым оны, мен кінәлімін, шаршаса, мен шаршатып жатырмын, барлығына кінәлі менмін деп өзіне солай қабылдап ала береді. Ал өз-өзін кінәлі сезіну, ол вибрация жағынан өте чувство вины ең жаманы. Ол адамды өлімге дейін алып келуі мүмкін да. Енді мысал ретінде ана жылайтын болса, баланың іші өтетін ситуациялар көп кездеседі. Ана жылап, вечно мұңайып жүретін болса, то есть не? Біздің ішіміз қай уақытта өтеді? Функционалдық тұрғыда қараған кезде. Біздің ішіміз жағымсыз тамақты жеген кезде, қорыта алмаған кезде ішіміз өтіп кетеді. Дәл сол сияқты ана жылайды неге? Мына өмірдегі ситуацияларды қорыта алмайды. Қандай ситуациялар? Основном әйел адамдарда отбасылық проблемалар болады, ішіндегісін айта алмайды, қайын жұртымен проблемалар болады, солардың барын қорыта алмайды, әділетсіздік жасалып жатқанын көреді, келінді адам құрлы көрмегендерін көреді, намысына тиіп сөйлейді, біздікілер. Вот, соларды көре алмайды да, оны қорыта алмайды. Мен жеке тұлғамын, неге олар мен жеке шекарама тиеді деген сөзді айта алмайды дағыны, ішінде қорыта алмайды, жылайды, бөлмесіне кіріп алып. Сол кезде байқасаңыздар, балаларыңыздың іші өтеді. Соны байқап қараңыздаршы, ондай ситуация болды ма? Ана ашуланатын болса, ашуланып жүретін болса, баланың тамағы қысара бастайды. Қалқанша безі ісе бастайды, ашуланып жүретін болса. Баланың қалқанша безі ісіп, ангина дейді ғой, ангина шыға бастайды. Көрдіңіздер ме? Біздің курста болған бір ханым күйеуімен ренжісіп қалған күні міндетті түрде баласы автоматом жаңағыдай түшкіріп, осы симптомдар бастала бастайды да. Суық тиіп симптомдар бастала бастайды. И реніш болған кезде анада именно сол балаларыңыздың иммунитеті төмендей бастайды.
Жалпы анемия деп жатамыз ғой, анемия деген ол қан, қан бізде басты рөлді ойнайды, қаным басыма шапты деген сияқты әңгімелер болады ғой. Енді анемия бізде қан бізде нені білдіреді? Өмірге қызығушылықты, әрекетті. Қан айналымы жақсы болатын болса, бізде адреналин бөлінеді. Организмімізде қан айналымы жақсы болған кезде, жүгірген кезімізде өз-өзімізді көңіл күйіміз өте жақсы болады, Ал анемияның себебі қандай болады? Анемияның себебі өмірге қызығушылығы жоқ, өмірден түңілген аналар болады, ештеңеге желаниясы болмайды, зауқы болмайды. Міне сол аналардың балалары немесе өздері де жиі анемияға ұшырайды. Байқап қараңыздар, өмірлеріңізде сондай ситуация болып жатыр ма? Ауруға байланысты, Енді жиі ауыратын баланың анасының іште көп өзінің жаңағы эмоцияларын ұстап қалады, айтпайды. Айтсам жаман боламын, бәрібір мені түсінбейді деген сияқты ойлармен жүреді. Жоқ, негізі түсіндіріп, сезім арқылы жеткізуге болады. Жалпы осы сезім арқылы жеткізу жайлы арнайы бір сабақта әдемі түсіретін боламын. Себебі көп адамдар сезім арқылы түсіндіру деген, мен саған ренжіп қалдым, сен маған былай жасаған жоқсың, сен маған мынаны алып берген жоқсың, сен кезінде мені ұрыстың, сен кезінде маған үйткен жоқсың, бүйткен жоқсың, осыны мен ішімдегін айтып салдым дейді. Біз олай айтып салған кезде не жағдай болады? Ол адамға чувство винеді, өз-өзін кінәлау сезімін ол адамға артып қоямыз. Сондықтан да екі ортада сіздің айтқаныңызды ол естімейді. Сіз ішіңізден айтып жатырсыз, бір ауаға айтып жатқан сияқты болады. Ортада конфликт, ұрыс керіс еще дальше ушығып кетеді. Сондықтан да үндемей қояйын деп несті ішінде сақтап жүре береді. Енді жаңағыдай эмоцияны сыртқа шығармай ішке жинап жүре беру баланың әлсіздігіне де себеп болады. Ол ауыртпалықтың барлығын не істейді? Бала өзіне алып жатады. Енді жиі осы ана өзін кінәлайтын болса, чувство винеде болатын болса, барлығына мен кінәлімін дейтін болса, бала жиі құсумен, жүрек айнумен ауыратын болады. Байқап қараңыздар. Жалпы менде ондай жағдай болды. Именно осы ситуацияға байланысты. Менің балам, Асыржан деген балам, өте көп, прям жол көтере алмайды. Енді жол көтере алмайтын бала болады да, үлкен ұзақ жолдарда. Мына бала деген, мына 2-3 остановка жерге барып, үйден мектепке баратын болсақ, машинаға отыра алмайды ғой. Құсады, жол көтере алмайды мүлдем. Сондай таксиде жүрсек те, автобуста жүрсек те, всегда жолдан қиналатын едік. Оказывается, ол менің өзімді чувство вины болды, что мен өзімді кінәлап жүрдім. Барлық нәрсе ата-анадан болады, ата-анадан дегенде оларға кінәні артқым келмейді. Мендегі ситуацияда мама все время бізде сауда жасады. Суықта, морозда, өз-өзіне куртка алған жоқ та, до такой степени өз-өзіне куртка алған жоқ, өзінің емес, бірінші кезекте біз балаларын ойлады да. Ал есейе келе менде қандай чувство вины болды? Мама біз үшін қиналып, даже өзіне киім алмастан, осы 40-50 градус морозда бір қабат кардигандарды киіп тұрды. Өзіне қиған жоқ деп несімен өзіне чувство вины аламын. Қазіргі ауруының себептеріне біз үшін істеді деп. На самом деле ана бірінші өздеріңізді жақсы көрсеңіздер, балалар да сау болады. На самом деле, сіздер бақытты болмасаңыздар, балаларыңыз да бақытсыз болады. Сондықтан да бала үшін емес, бірінші өзіңіз үшін, одан кейін барып бала үшін болу керек. Енді келесі, баланың демікпесі болады, демікпе деген ауру болатын болса, ол ананың тұншығуынан. Тұншығу деген жаңағыдай ішіндегі барлық нәрсені ішінде сақтап жүре береді. Айта алмайды. Егер ана өз өмірінде демала алмай жүрсе, еркін тыныс алмайтын болса, ішкі еркіндігі болмаса, үнемі күйеуінің, қайын жұрттың, қоғамның ережесіне бағынып жүретін болса, онда ол балаларында осы демікпе, аллергия, астма сияқты аурулар пайда бола бастайды екен. Қараңыздаршы, айналаңызда сондай адамдар бар ма? Менің терапияма келген әйел осы демікпемен ауыратын ұлы туралы айтатын да. Өзінің ұзақ уақыт өзі жұмыссыз жүрді, ақша сұрауға ұялатын еді, үйде мен бос отырмын ғой деп, өзінің қажеттіліктерінің барлығын шектеп тастаған ғой, айтқан кезде. Например, бізге не қажет? Маникюрға барғымыз келеді, шашымызды жаңағыдай уход жасағымыз келеді, болса да әдемі киім алғымыз келеді, әйелдің нәпсісі ғой енді. Солардың барлығын үйде отырмын, жұмыссыз отырмын деп барлығын шектеп тастаған, ақша сұрауға да ұялатын еді. Сөйтіп өзінің тұншығып жатқанын түсінгеннен кейін баласының жағдайы да жеңілдей түсті. Өзінің проблема өзінде екенін түсінгеннен кейін, қатесін түсінгеннен кейін баланың да демікпесі азая бастады. Көрдіңіздер ме, осындай жақсы мықты нәтижелерді алуға 100% гарантия бар, Алланың қалауымен барлығы да. Жалпы сіздер осы видеоны қарап болғаннан кейін маған психосоматика деген сөзді жіберетін болсаңыздар, мен сізге барлық аурулардың психосоматикалық себептерін жіберетін боламын. Соған қарап, өзіңіздің балаңыздың жиі ауыратын ауруының және оның сіздегі себебін толық көріп біле алатын боласыздар.
қазір мен сіздерге оның барлығын жеке талдап отырғым келмейді. Жалпы баланы емдемес бұрын мен всегда айтамын, ананың эмоциялық таңбасын емдеу керек. Ананың, міндетті түрде ананың. Ол эмоция деген не? Ол бізде эмоция деген энергия. Ана ішіндегі шешілмеген ренішін, стресін, қорқынышын баланың денесіне ауру болып шығады. Әйел адамдардың негізі жалпы айтқанда жұмыс ауыр ғой. Олар 24/7 тынбайды, иә. Бұл арқылы не болады? Жүйкелері жұқара бастайды, иә. Именно осы әйел адамдарда жүйкесі жұқаратын болса, балада да мазасыздық, ынжықтық, иммунитет әсере бастайды. Байқаңыздаршы. Ал біздің әйел адамдар бір спокойствие өмір, оларда шыны керек жоқ. Олар өз-өзіне рұқсат бермейді, не разрешает. А когда мына бір ананың несі бар? Мендегі терапияға келген бір кісі, ана үнемі асығып жүреді, шаршап жүреді, мазасыз жүреді да, и балалары да жиі тынышсыз, жаңағыдай түнде шошып оянады, жылай береді, ынжық, иә, түсініксіз әйтеуір жылай береді, тып-тыныш уақытта өзімен өзі ыстығы көтеріліп жатады, пайда болып жатады. Осыны түсінбей маған бір клиентка бір ана келген болатын. Ал сол кезде балама не істесем болады, түнде жылай беретін еді, жаңағыдай сондай запроспен келген болатын. Терапиядан кейін өзінің жайсыз күйлерін, өзінің эмоцияларын танып, түсінгеннен кейін, өзін реттегеннен кейін, баласы да түнде тыныш ұйықтай бастады, көңіл-күйге көтеріліп, бала спокойно, нормально бала сияқты қалыпты бола бастады. Яғни жүйке жұқарса, әйел адамның балада да мазасыздық пен иммунитеттің түсуі пайда бола бастайды. Жалпы психосоматикаға мен прям қатты сенемін. Неге? Потому что осы курсты алмай жатып, мен өзім женский жақтан қатты ауырдым. 2022 жыл, наверное, да? 2022 жылы менде внематочная беременность болды, иә. Ну ладно, хорошо, болды. Оның да негізі психосоматикасы бар. Прям совпадать етті менде. Ладно, болды, болар болып қойды, хорошо. Но после операции менде прям 2 ай деген прям қатты төменгі жағым ауырды. Женский жақ қатты ауырды. Прям өте не болып кеттім. Жүдеп, иә. Бармаған врачтар болған жоқ. Тек қана лечение барысында ғана нормально болады да. Қалай дәрілер бітеді, свечалар қою, уколдар бітеді, мен қайтадан ауыра бастайды да. Вот. Мен бұрындар түсінбейтінмін қыздарды, менструация келген кезде ауырады деп. Оның на самом деле психосоматикасы бар. Вот сол нәрсені, когда после операции мен сезіне бастадым. 2 ай бойы сондай қиын жағдай болды да, менде ауырып жатып қалған кезім бар. Вот сол уақытта, оказывается, терапия алдым. Вот оказывается, менде прям 100% точно келді. И бір терапиядан кейін мендегі қуығымдағы ауырсыну кетті ғой, сенесіздер ме? Яғни әйел өзінің шекарасын сақтамаса, иә, тек бала мен үйдің айналасында жүрген кезде сондай бір сигнал беріледі екен да. Денемізде бір сондай сигнал келеді екен. Яғни жатыр, мына аналық безіміз бар ғой, иә. Киста болады, миома болады, иә. Әйел өзінің жаңағыдай өзінің шекарасына барлығын кіргізе берген кезде, ойбай бала үшін, ойбай күйеу үшін, ойбай пәленше үшін деп өзінің ұмытып кеткен жағдайда, және де осы ер адамға деген реніш болған жағдайда, менде әкеме деген көп реніш болды, иә, жолдасыма деген көп реніш болды. Солардың барлығында жиналып осы женский жақтар ауыра бастайды. Осы әрқайсымен жеке жұмыстанған кезде менде бірнеше клиенткалар болды. Ішінде киста, миомалары, операция жасаймыз деген жерден жаңағыдай операциясыз өзі кетіп қалды Алланың қалауымен. Бала көтере алмай 2 жыл жүрген бір клиенткам болды. Алланың қалауымен кистасы ма, миомасы бар болса да бала көтерді, емделсе де бала көтере алмай жүрген. После терапия Алланың қалауымен прям балалы болды. Қазір уже 2-3 баланың анасы болды, иә. Өзімде нәтиже болғаннан кейін кез келген клиенткаға мен спокойно, уверенно айта аламын да. Реально көмектеседі. Ең бастысы сіздердің ниеттеріңізге байланысты. Және де менің 2-ші ұлым бар, Асылжан деген балам. Туылғаннан бастап, прям 40-нан шықпай жатып, біздердің областной больницаға барып, клизма жасатып, сол жерден қалай клизма жасау керектігін үйреніп алып, неше 8 жасқа дейін ба? 2015, 2022, 7 жасқа дейін, 22, 7 жасқа дейін клизмамен жүрдік. Шыны керек. Прям үлкен дәретке отыру өте қиын. Жаңағыдай хирургияға барам, олар не деп айтады маған, дұрыс тамақтандыр, уақыты тамақтандыр дейді, жиі су іш дейтін, барлығын орындадық, ішпеген дәріміз қалмады, дюфалакты да іштік, көмектеспейді, іші қатып қала береді. Ал психосоматикасы, оның психосоматикасы, іш қатудың психосоматикасы қорқыныш. Мен қалай қорқтым. Осы Асылжан балама жүкті кезінде, 2-ші балама 2015 жылы жүкті кезінде үйде қатты бір проблемалар болған, отбасылық өмірде. Вот сол нәрсенің барлығын өзіме қабылдап, түнімен ұйықтай алмайтын, хотя беремін анаға жиі ұйқысы келеді ғой. Ал мен қорыққаннан ұйықтай алмайтын едім да.
вот соның барлығы прям балама әсер етіп 7 жасқа дейін қиналып жаңағыдай артынан қан шығып мен қатты қорқатын едім, что баламда не болып қала ма деп, көтеншегі геморрой шығып кете ма деп ше, кішкентай бала ғой. Солай үлкен дәретке отыратын кезде жылайтын қой екеуміз ше. Вот осының барлығы не? Қорқыныштан. Ол кімде болды? Менде болды. Мен қатты қорқатын едім. Прям опорам болған жоқ қой, шыны керек. Жолдасымды опора санамайтын едім ол уақытта. Барлығын өзім көтеріп жүретін едім. Ойбай қазір ұрсатын болды, бүйтетін болды деп қорқып жүретін едім, қорқып. Вот сол қорқыныштан арылған кезінде баламда прям спокойно қазір кіріп үлкен дәресте проблема жоқ. Прям осы нәрсені нәтижеге жеткеннен кейін вообще қатты психосоматикаға деген менің қызығушылығым, сенімділігім арта бастады. Енді келесі мына 5 жастағы баламның энурезін айтқым келіп отыр. Өзімнің қазіргі нәтижелерімен бөліскім келіп отыр. 5 жастағы балам не істеді? 5 жастағы балам заңғар балам, 3-ші балам ғой. Ол кезде 5 жаста еді. Ол 9 айлығынан бастап памперс кимейтін. Сенесіздер ме? 9 айлығынан бастап прям кіші дәретке түнде отырмайды. Түнде без памперса ұйықтайды. И таңертең 7-те тұрса, например, тосасың гашокқа, иә? Ол сол кезде істеп, спокойно жүре береді. Сондай бір күшті болып та енді прям бәрімізге күшті ғой. Бала сеп қоймаса, кіші дәретін ұстап отырса түні бойы, иә? И даже сол өскеннен кейін де, например, біз таңертең тұрған бойда сразу әжетханаға барып кіші дәретке отырамыз ғой, иә? Ал ол бала прям түнде де жүреді, асықпай, 7-те тұрса, 8-де, 9-да тұра салып туалетке бармайды да. Андай қуығы прям шыдамды болды. Енді сөйтіп жақсы болып кетті. Бір уақытта 5 жаста, я 5 жаста момент күніне 2 рет әдетте ұйықтаса да, и түнде де прям кіші дәретке отырып қоятын болды төсекке. Еще үлкейген сайын олардың кіші дәреті сасық болады ғой, прям үй сасып кетті. Мә, енді не істеймін? Ол кезде мен психосоматика оқыған жоқпын. Өзімнің жаңағыдай ауруым, иә, бәрі қабаттасып кетті сол уақытта. 7 жыл бойы Асылжанмен алысып келдік, иә. Одан кейін өзімнің ауруым қосылып, өзім ауырып жатқан кезінде жаңағы заңғар балам нетіп кіші дәретке отырып қоя беретін, жіберіп қоя беретін болды. Ал енді не істеймін деп отырған кезде жан-жақтама зерттедім, жаңағы неге бардым, қалай қуығын көрсетуге алып бардым, иә. Суық тиген бе екен деп бүйректерін бәрін тексерттім. Жоқ, барлығы жақсы, суық тимеген. Құйрық маймен де майладым, борсықтың майымен де майладық. Жалпы, қазақтылықтың барлығын жасадық, медициналық тұрғыда барлығын жасадық, но все равно көмектескен жоқ. Оказывается, жаңағыдай ол энурез кіші дәретті іште ұстай алмаудың бір себебі балаға жаңағы қауіпсіздіктің жетіспеуі екен ғой. Балаға қауіпсіздіктің жетіспеуі, иә. Яғни ол қалай? Шектен тыс талап қою. Мен үйде өзім ауырып жатқаннан кейін өзім андай нервная мамам, иә. Неге нервная боламын? Потому что ана жақтан ананың сөзі, мынаның сөзі, қайынжұрттың сөзі, ана жақта біреу сөйлейді, ана жақта анау сөйлейді. Сол артық сөздер ғой, бізді қанымызды қарайтатын. Сол сөздердің барлығын ойлап, нервім шығады да барлық ашуымды кімнен аламын? Баладан аламын. Ол 5 жастағы ол кезде кішкентай, одан алмаймын, үлкен екеуінен аламын. Екеуін ұрса берем. Ол үлкен екеуін ұрысқаным мына балаға, 3-ші балаға да әсер етеді. Ол бір. Екіншіден, әке жағынан. Әкесіне деген сенімсіздік болатын болса, әкесінен шыны керек мүлдем баламда жоқ, жақындық деп айтайын, сондай жоқ. Прям есейгеннен кейін балам әкесінен алыстап, әкесі действительно таңнан кешке дейін жұмыс деп назар аудармайтын еді. Не болды? И терапия барысында мен өзіме жұмыстандым, әкесімен емес. Неге? Потому что әкесіне емес, оның сеп қойған менің жаныма батты да. Сонымен мен өзім жұмыстандым и әкесіне де айттым. Бұл жерде сенің де әсерің болып тұр. Психосоматикалық тұрғыдан сен де балаларға көңіл бөл, әсіресе мына заңғарға жиі сөйлес, бірге уақыт өткіз деп әкесі де айтқан етпестен орындады. Балалармен жиі паркке шығардық, отбасылық, үйде уақыт бөлді, телефонын тастап, иә. Ол бір. Екінші, өзім осы энергетикаға байланысты терапия алдым, өзімнің эмоцияларымды түсіндім. Оказывается, балаларыма неге ашулана берем, ұрса берем, иә. Соның барлық эмоцияларымды, іштегі айтылмай қалған сөздер, иә, кімге деген не деген реніштерім бар, соның барлығын терапия барысында шығарғаннан кейін какой-то бір ай, 2 ай байқамай қалдым, даже бар ғой, ана баланың сүйгені де әсер етпейді, кіші дәретте отырғызып қойған, ашуланбаймын да. Бір уақытта байқаймын, что-то мен просто жумай қойдым, көрпешелерді жумай қойдым, иә. Балам сүймей қойды. Мә, саған 2 айдан кейін барып байқап, мә, рахмет деп қуандым. Вот осы энурез кеткеннен кейін барып, мен жаңағы осы психосоматика курсын точно аламын деп шешім қабылдаған болатынмын. Көріп тұрсыздар ма? Ананың эмоциясы, ананың ішкі жағдайы, ішкі күйі қалай болады, сол балаға прям 99% әсер етіп отырады. Сондықтан да, егер де сіздердің үйлеріңізде балаларыңыз жиі ауыра беретін болса, мына төменге қазір психосоматика деген сөзді маған жазсаңыздар, мен сіздерге арнайы шаблон беремін. Сол жерде бүкіл аурулардың психосоматикасы бар. Сол эмоция, сол сезім сіздерде бар ма?
беретін. Соған байланысты егер бар дейтін болсаңыздар, сол бойынша жұмыстану керексіздер. Қалай жұмыстанасыздар? Жаңа айтқандай энурез не? Балада қауіпсіздіктің жетіспеуі. Әке тұрғысынан, ана тұрғысынан. Енді қауіпсіздік жетіспейді, значит, мен оған қорқытып жүрмін. Ол өзін қауіпсіз сезінеді. Мамин мама газбен ұрысып қалса не болады? Папа газ ашуланып келсе не болады деген ішінде қорқыныш болып отыра ма? Яғни сіз сол қорқынышты жоясыз, үйге жақсы атмосфера бересіз. Ал енді сіздердің іштеріңізде сұрақ туындауы, қайдағы жақсы атмосфера беремін, өзімнің состоянием быт-шыт болып жатса, анау андай дейді, мынау мынандай дейді, шаршап кеттім деген әңгіме болатын болса, өздеріңізбен жұмыстаныңыздар деп айтқым келеді. Жалпы өздеріңізбен жұмыстану барысында ең мықты техника внутренняя девочкамен сөйлесу техникасын айтқым келеді. Ол техниканы отдельно сіздерге беретін боламын. Енді внутренняя девочка ең жеңіл, ең оңай техникалардың бірі. Бұл арқылы өзіңіздің ішкі қызыңызбен сөйлесіп, оған не жетіспей жатыр? Мысал ретінде, Анар, мен қазір көзімді жұмамын дағыны, көзімді жұмып, мына бір жастықты, игрушканы алып алса дағыны, көздеріңізді жұмып отырасыз. И прям қысқаша айтып өтейін да, қазір мына неше жастағы Анар елестеп жатыр маған. Маған қазір елестеп жатыр 18 жастағы Анар. 18, 17, сізден кездегі Анар елестеп жатыр. Анарда не жағдай болып жатыр? Не болып жатыр? Анарға барасыз, қасына барасыз, оған не жетіспей жатыр? Ішкі қалауы не оның? Қыз киім алып келіп жатыр, например, киім алып келіп жатыр, хотелкалары көп, анда барғысы келіп жатыр, мында барғысы келіп жатыр, ананы көргісі келіп жатыр, сол нәрсе жетіспей жатыр. Оған кімнің қолдауы керек? Не айтқысы келеді? Оған мамасының қолдауы керек. Өзі айтып жатыр, ішкі внутренний девочка сізге жауап беріп отырады. Ол көбінше адамдарда 7, 8, 9 жастарда қыздар внутренний девочка көп шығып жатады. Неге? Себебі сол уақытта біз ішкі поддержканы көп қалаймыз. Мамамыздан, жан, әрқашан мен сенің қасыңдамын, әрқашан мен сені қолдаймын, осылай сөздер естігіміз келеді, иә. И ана внутренний девочкадан 18 жастағы внутренний девочка Анардан сұраймыз. Жан, қандай қолдау керек? Қандай қолдау керек? Менің сырласқанын қалаймын, қалай сырласасың? Жаным, үлкен өмірге қадам басасың, иә. Это нормально. Қателік жасау нормально. Мысал ретінде, мектепке андау бағын десе бар, иә. Шығармаған болса,